Шығыс Түркістан сүргіндегі үкіметінің президенті пәлен орынбасар президенті Сайрагүл Сауытбай. Сайрагүл Сауытбай ачамыз, қерендішіміз қазір президент қой, орынбасар президент. Камала Харрис Американың орынбасар президенті, ел президент болған сияқты, Сайрагүл де президент әзір. Сайрагүл Сауытбай бұның саяси ұстанымы бойынша болғанда, сол Зұлқа Батыр басым бергенде, сол ұйғырларға Алтайды алып берейін деп басым берген сияқты. Жанын отқа төсеп, Қытаймен соғысып, ең соңында басы кесілді ғой Зұлқа Батырдың. Сонда сол ұйғырларға алып берейін деп беді сол жерде. Оспан Батыр буржуаз Қытаймен соғысып, коммунист Қытаймен соғысып, ең соңында сол коммунист Қытайдың қолынан Үрімжіде атылғанда сол жерде сол бүгінгі Сайрагүл орынбасар президенті болып отырған сол ұйғырлардың құрған республикасына алып берейін деп беді Оспан Батыр. Әкбар Батыр мен Сейіт Батыр сонда ұйғырларға іленің қасиетті жерін алып берейік деп соғысып беді. Сайрагүл Сауытбай ұйғырлармен бірге өкімет құрып, сүргіндегі өкіметті құрып. Соның өзі орынбасар президенті болып, сөйтіп отырған кезде сол алдыңғы буын ата-бабаларымыз туралы ойлады ма екен? Сонда Сайрагүлдердің саяси армандары бойынша ертең сол жердің қазағы болашақта сол ұйғырлармен бірге болып, сол жерде сол Шарқи Түркістан республикасы болып тұруы керек пе екен сонда? Сайрагүл соны ойлады ма? Онда өз жердегі 5 миллион қазақтың тағдыры не болады? Билікті ұйғырға беріп қойсақ. Мақұл, Сайрагүл ғой сол болашақта құрылатын Шығыс Түркістан республикасының орынбасар президенті болды. Мақұл енді. Орынбасар президент деген енді үлкен мәнсап. Ал қазақтың тағдыры не болады? Алтай іле Тарбағатайымыз не болады? Буратал Санжымыз не болады? Баркөл Морийіміз не болады? Бүгінгі өзбекке қараған Қарақалпақты өзбек не қылды? Қанжоса қылды, қырғын жасады. Өзбекстанда бір қазақ мектебі қалмай жабылды. Өзбекстаннан 1 миллион қазақ босып кетті. Сол жағдай жақсы болса, сол Өзбекстанда жүре бермей ме сол қазақтар? Ертең мына өзбегің кім, ұйғыр кім, екеуі бір, киген тонына дейін, басындағы доппасына дейін, жеген тамағына дейін, дытаңка титтаң деп билеген биіне дейін, айтқан әніне дейін, көрген түсіне дейін, тұрмыс салтына дейін бәрі ұқсас. Ертең сол жердегі 5 миллион қазақтың тағдырын шеше салатындай Сайрагүл Сауытбайға осындай құқықты кім беріп қойыпты? Әңгіме қайда жатыр? Бұл республиканы ұйғырлардың өзі атушы республикасы деп мысқылдап келемелдеп отыр бұл өкімет. Себебі ұйғырлардың әзір шетелде өзі 12-13 осындай босқын республикасы бар екен. Ал мына босқын республиканың өзі алдыңғы 6 президентінің бәрі атуштық екен. Сондықтан Сайрагүлден басқасының бәрі атуштық екен. Соны бұны атушы республикасы деп өздері айтып жүр. Сонда бұл Сайрагүлге лағман берсе, лағман береміз десе болды, чауып барып, сол ұйғырлардың жиынына қатысып, сонда ата-бабаның қасиетті жерін ұйғырлардың болашақта құратын өкіметінің қанжығасына байлап бере екен сонда Сайрагүл. Ұйғырдың лағманы тәтті боп, атыш лағман одан да тәтті боп, жамен қып берем, кеспесін қосып берем десе Сайрагүл көйлекті санға дейін, қара санға дейін тұрып, білекті қолтыққа дейін тұрып, дігідік деп шауып, ата-бабаның жерін сонда ұйғырларға бере ма? Бұл қандай жағдай болып кетті сонда?